Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен Жәнібек Әлімханұлы. Кәсіпқой бокстағы екі белбеуге ие жалғыз чемпионымыз. Әлемдік деңгейде қазақ мүддесін қорғап келе жатқан батырымызды чемпиондық белбеуінен айыруы мүмкін. Әлемнің үздік лигасындағы болашағы айқын жауынгеріміз жекпе-жексіз қалды. UFC-дегі қазақстандық қызымыздың жекпе-жегі, сонымен қатар тап кеше ғана Алматы қаласында өткен хардкор MMA турнирі. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Кеттік! Достар, келесі видеомызда өте талантты және де UFC-ге кіруге дайын тұрған жауынгер туралы сөз қозғайтын боламыз. Оның жеке өмірі, спорттық мансабы және де UFC-дегі болашағы туралы айтатын боламыз. Қалай ойлайсыздар, бұл жауынгер кім? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар, осы видеоға міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Ең алдымен бокстан бастайық. Өткен аптаның соңында орта салмақтағы WBO және де IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлы өзінің чемпиондық белбеуін IBF тармағы бойынша міндетті үміткер Андрей Михайловичке қарсы қорғайтын. Екі боксшы бір-бірімен фейс-то-фейс өткізіп, жекпе-жекке нық қадамен келуге дайын болған. Ал пресс-конференцияда Андрей Михайлович пен оның командасы өздеріне сенімді болып, Жәнібекті нокаутпен жеңеміз деп ауыр-ауыр сөздер айтқан болатын. Сондықтан барлығы Әлімханұлының үздік жекпе-жегін көріп, оның жеңісін күткен еді. Тіпті Жәнібектің промоутері Боб Арум оның жеңісін күтіп, Сауд Арабиясындағы бокс кешін басқаруды қарастырып жатқан. Бірақ өкінішке орай Жәнібек Әлімханұлы бұл кездесуге шыға алмай қалды. Бұған себеп салмақ түсіру кезінде Жәнібектің талып қалуы. Чемпионымыздың менеджері Эгис Климостың айтуы бойынша, Жәнібек соңғы граммдарды қуып жатқанда есін жоғалтып талып қалған. Оны бірден медициналық орталыққа жеткізіп, капельница арқылы өзіне келтірген. Сканермен тексеріс жасаған кезде бүйректеріне зақым келмеген. Алайда Жәнібектің ағзасы тым қатты сусызданып, жекпе-жек өткізуге халі болмаған. Енді халі болмағасын түсінікті да, жекпе-жек өткізе алмайтыны. Сондықтан бұл кездесу ресми түрде болмады. Бұл ақпаратты естіген Андрей Михайловичтің командасы Жәнібекті чемпиондық белбеуінен айыруын талап етіп отыр. Олардың айтуынша, бұл чемпионға тән қылық емес, және де профессионализмге жатпайды. Сондықтан жақын уақытта келесі міндетті үміткерімен IBF чемпиондық белбеуі үшін жекпе-жек өткізуді көздеп отыр. Себебі ұзақ уақыт бойы дайындалып, осы жекпе-жек үшін біраз жұмыс жасалған. Сол үшін бір жағынан боксшы мен оның командасын түсінуге болады. Тіпті Жәнібек Әлімханұлы шынымен де IBF чемпиондық белбеуінен айырылып қалуы мүмкін деген сыбыстар жүріп жатыр. Осы жерде айтар біраз әңгіме бар. Сөзсіз, Жәнібек Әлімханұлы бүкіл әлем бойынша ең үздік боксшылардың бірі. Оның потенциалы бойынша бүкіл бокс тарихындағы аңыздардың біріне айналуы мүмкін. Бұл оймен америкалық Ring TV сайты да келісіп тұр. Себебі Жәнібекті болашақта pound for pound, яғни үздік боксшылар тізіміне қосып 25-0 рекордынан шығады деген. Алайда, дәл осылай салмақ жасай алмай жүрсе, бұл мақсат тек арманға айналуы мүмкін. Жәнібекке жақын адамдардың айтуы бойынша, салмақ қуу кезінде өзінің қолынан келгеннің барлығын жасап, денсаулығына қарсы амалдар қолданған деп естігем. Яғни, ессіз талып қалудан бастап өліп қалу да мүмкін еді. Енді Алла сақтасын онда. Сондықтан Жәнібектің командасына біраз сұрақтар бар. Неге боксшының бұндай халге дейін жеткізесіңдер? Неге бұл мәселені алдын ала шешіп, жекпе-жекке керемет күйде жеткізбедіңдер? Осы жерде де Жәнібекке де біраз сұрақтарым бар. Қарсыластың сонша менсінбей орташа күйде келуі. Егер де бұндай заттар жалғаса берсе, Жәнібекті чемпиондығынан айырып қана қоймай, бүкіл мансабын аяқтауы мүмкін. Себебі промоутерлер үлкен ақша бөліп, біраз затты құрбан етеді. Жәнібектің промоутері Боб Арум келесі қарсылас ретінде WBC чемпионы Карлос Адаместі көздеп отырған. Тіпті бұл жекпе-жек осы жылдың соңына дейін болады деген. Сондықтан бұндай қателік үшін Жәнібек өте қатты жазалануы мүмкін. Жаңа айтқанымдай, Жәнібектен IBF чемпиондығын тартып алуы мүмкін. Немесе де Жәнібекке ыңғайсыз күнді алып, сол жерде жекпе-жек өткізуіне мәжбүрлеуі де мүмкін. Сол үшін Жәнібек міндетті түрде командасында біраз өзгерістер жасауы керек. Ең алдымен диетологпен жұмыс жасау. Жасы 30-дан кеткен спортшылар салмақ қуу кезінде біраз қиыншылықтармен кездеседі. Жақсы диетологпен дұрыс жұмыс жасаған кезде жекпе-жекке керемет күйде келе алады. Екіншіден, кездесу өтетін жерге ертерек келуі. Өздеріңіз білетіндей, бүкіл MMA жауынгерлері жекпе-жек өтетін жерге бір ай бұрын келіп дайындығын жалғастырады. Тіпті 2-3 апта болса да, бұл жаман емес. Себебі қаланың климатына үйреніп, акклиматизация өткен жөн. Жәнібек өз жекпе-жектерінен тек 2-3 күн қалған кезде ғана барады. Кезінде ағзасы бұндай қиыншылықпен оңай күрессе, қазір қиындау. Сондықтан батырымызға бұндай қателіктер жасамай, абсолют чемпион атағына жетуін тілейміз. Ал егер де
топ аромның қызығушылығын еске алсақ, бұл мақсат келесі жылға дейін орындалуы мүмкін. Бәлкім, жаңа айтқанымдай, Сауд Арабиясындағы бокс кештерін басқаратын шығар. Тап кеше дегенде, сенбі күні Алматы қаласында ресейлік хардкор промоушнның Қазақстандағы екінші турнирі өтті. Өткен жылы Мұратбек Қасымбай, Қуат Хамитов, Жұман Жұмабеков және де тағы басқалар жекпе-жек өткізді. Бұл жолы жұлдызды жауынгерлеріміз аз болса да, сапа жағынан жекпе-жектер өте жоғары деңгейде өтті. Осы турнирде мен де болғам. Өз эмоцияларымен менің жеке Instagram парақшама салған болатынмын. Төмендегі сілтеме арқылы тіркеліп қойсаңыздар болады. Осы жолы хардкор ММА турнирі Мұратбек Қасымбай басқарып, Диего Брандауға қарсы шықты. Ал комейн ивентте UFC-де өнер көрсеткен қазақ батырымыз Дамир Исмағұлов ресейлік чемпион Дмитрий Климовпен кездесті. Бұлардан басқа біршама мықты қазақ жауынгерлері Ресей өкілдерімен жекпе-жектер өткізген болатын. Бірақ осы жолы тек басты кездесулер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Турнирдің комейн ивентінен бастайық. UFC-де өнер көрсетіп, топ 15 рейтингінде орын алған Дамир Исмағұлов әлемнің үздік лигасынан кеткеннен кейін алғаш рет ММА бойынша жекпе-жек өткізді. Бұған дейін Наше дело промоушнында Эдуард Вартанянмен кикбоксинг ережесі бойынша кездескен. Ал енді міне 8 жыл өткен соң Алматы қаласына жекпе-жегімен қайта оралды. Дамирдің өзі айтқандай, сол кезде Гран-приде жеңіске жетіп, Лада Гранта автокөлігін жеңіп алған. Айтпақшы, Лада Грантаның алдында машинада Toyota Camry болған ғой, 50-ка. Бірақ ана жерде организатор келгенде 50-ка алып кеткенде, и Грантаның кілтін лақтырып кетіп қалған ғой. И байыстың аузы ұрылып қала жаздаған. Грантаны алып, сатып, керек емес маған мұндай Грантаны деп Камри алып кетіп қалған. Енді міне хардкор лигасының чемпионы Дмитрий Климовпен кездесті. Бәлкім қазақ жанкүйерлері үшін бұл ноунейм шығар. Алайда хардкор көрермендері үшін ең үздік жауынгерлерінің бірі. Кезінде кулачка бойынша чемпион болып, ММА-де де чемпион атағына ие болған. Сондықтан Дамир үшін бұл оңай жекпе-жек болмады. Алғашқы раундтан бастап екі жауынгер өздерінің темпін ұстап төбелескісі келген. Алайда әр кезде Дамир алда болып, ауыр соққылармен армеец атты қарсыласын жазалап жүрді. Солай Дамир Исмағұлов төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Кейін хардкор лигасының чемпиондығы үшін жекпе-жек өткізуге дайын екенін айтып, Қазақстанға тағы да бір белбеу әкелемін деген. Ал турнирді Мұратбек Қасымбай басқарды. Мұратбек жайлы және де оның қарсыласы туралы біз арнайы видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Көрмесеңіздер, кіріп қарап кетсеңіздер болады. Мұратбекке қарсы UFC-де өнер көрсетіп, Конор Макгрегор, Дастин Порье және де Брайан Артегалармен жекпе-жек өткізген Диего Брандау шықты. Бұл кездесуде хардкордың ең қорқынышты жауынгер атағы ойнатылған болатын. Айтып кететін жайт, осы жекпе-жек алдында Мухаммед Перес Хейбати өзінің далбан екенін тағы да бір рет көрсетіп, Брандаумен қақтығыс жасаған. Содан Мұратбекпен фейс-то-фейске шығып, біраз жолыған еді. Бірақ сыбыстарға сенсек, қазақ жігіттері Пересті ұстап алып, ұрған деген ақпарат шықты. Жарайсыңдар жігіттер! Ақыр соңында Мұратбек Диего Брандаумен кездесті. Жекпе-жек басталысымен екі жауынгер бір-біріне ауыр соққылар тастап, нағыз шайқас ұйымдастырған. Ал екінші раундта Мұратбек қаранташа болды, дәл соққылармен Брандауны нокаутқа түсіріп, BHF ММА белбеуінің иегері атанды. Кейін шыққан ақпаратқа сүйенсек, Брандауның бетіндегі орбиталды сүйек сынған. Сол үшін осылай құлаған еді. Жекпе-жектен кейін Мұратбек Шоқыл Чочаевқа шақырту тастады. Сонымен қатар біраз жолаған Пересті шақырып, кезіндегі жеңіліс үшін реванш алуға дайын екенін айтты. Айтып кететін жайт, 2020 жылы AMC Fight Night 99 турнирінде Мұратбек Қасымбай мен Мухаммед Перес Хейбати кездескен. Әдемі қанды шайқаста төрешілердің шешімімен Хейбати жеңіске жеткен еді. Алайда Мұратбектің өзімен көптеген жанкүйерлер бұл шешіммен келіспей, тезірек реванш өткізуін талап еткен. Бәлкім осы жылы бұл жекпе-жекті көріп қалармыз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл кездесу болса, қай жауынгер жеңіске жетеді? Пікір жазыңыздар. Және де осы турнирде бір жағдай орын алды. Ануарбек мотиватор мен Марсель арасындағы жыр бірнеше айға созылып, ақыр соңына дейін жетті. Ең алдымен екі жауынгер октагонға шығып, қақтығыс жасап, бір-бірімен жекпе-жек өткізуге келіскен. Және де бүкіл Қазақстан ММА тарихында рекордты уақытта бір-бірімен кездесті. Осы жерде айтып кететін жайт. Бұл жерде постанованың иісі шығады. Себебі ММА федерациясымен медосмотр өтпей, кәсіпқой жекпе-жек өткізуге біздің елімізде тыйым салынған. Сондықтан екі жауынгерде қақтығыс пен келісім алдында барлығын өтіп, арнайы көрермендер үшін шоу жасалған. Постанова! Шоу дегенде 20-30 секундқа созылған шоу болды. Себебі Марсель өзіне тән аяққа кіріп, сабмишн жасап, жеңіске жетті. Кейін екі жауынгер тік тұрып төбелесуге, яғни кулачкада кездесуге уәде берген. Бәлкім болып қалар, немесе де болмай қалар.
Бәрібір емес пе? Ал енді әлемнің үздік лигасы жайлы сөз қозғайық. 17-де 1 рекордына ие Азат Мақсым 3 тамыз күні Абу-Даби қаласында өзінің 3-ші жекпе-жегін өткізуге дайындалған. Оған қарсы кезінде Асу Алмабаевтан жеңіліс тапқан Си-Джей Вергара шыққан. Бұл жекпе-жек жайлы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Төмендегі сілтемеге өтіп, қарап кетсеңіздер болады. Осы жекпе-жек үшін Азат арнайы 2 ай бұрын Дубайға барып, дайындалып жатқан. Бірақ оның қарсыласы Си-Джей Вергара жарақат алды деген ақпарат шыққан. Ал кейін өкінішке орай Азаттың өзі ауыр жарақат алып, жекпе-жектен бас тартты. Тобығын алған жарақатты емдеу үшін кем дегенде 1 жылдай уақыт кетеді. Сондықтан келесі жылдың соңына дейін Азат Мақсымды UFC октагонында көрмейтін сияқтымыз. Батырымызға жарақатын емдеп, толық күйде қайта оралуын тілейміз. Родной, давай! Тез келді, чемпиондықты алып кетші. Азат Мақсым дегеннен шығады. Оның бұрынғы қарсыласы Чарльз Джонсон кеше өткен UFC Fight Night турнирінде кезінде Жалғас Жұмағұловты жеңіп, Азатты жекпе-жекке шақырған Джошуа Ванмен кездесті. Барлығы проспект ретінде қабылданатын Ванның жеңісін күткенімен 3-ші раундта Чарльз Джонсон нокаутпен жеңіске жетті. Солай қатарынан 3-ші жас талантты жеңіп, өзінің оңай қарсылас емес екенін көрсетті. Тіпті Азатпен кездеспес бұрын 2-4 рекордымен келе жатқан. Ал қазір 5-4 рекордына шығып, UFC топ 15 рейтингіне кіруі әбден мүмкін. Дәл осы турнирде Қазақстанның қызы Мария Агапова өнер көрсетті. Бұл Марияның 2 жылға жуық үзілісінен кейін UFC октагонына қайта оралуы. Оған қарсы бразилдік Луана Сантос шықты. Бұл жекпе-жек алдында Мария 2 жеңіліс сериясына келе жатқан. Оның алдында әдемі төбелес тәсілін көрсетіп, 2 рет бонусқа ие болған. Бұл жекпе-жекте Мария алдымен нокдаунға түсті, ал кейін қылғындыру әдісімен жеңіліс тапты. Бұл Марияның 4-ші жеңілісі және де 4-ші уақытынан бұрын. Бәлкім осы жеңілістен соң UFC-ден шығарып жіберуі мүмкін. Себебі Марияның айналасында біраз жаман сыбыстар жүрді. Марияның кезіндегі қарсыласы Марина Мороздың айтуы бойынша біздің қызымыз тыйым салынған заттарды қабылдап, бірнеше рет полиция өкілдеріне ұсталған. Ал біраз уақыт бұрын Мария Агапова байланысқа шығып, құлдыққа түсіп қалуы жайлы айтқан. Осындай әңгімелер мен сыбыстар жүргесін Марияны қазақстандықтардың арасында ешкім қолдағысы келмейді. Дегенімен, батыр қызымызға өмірдегі қиыншылықтарын шешіп, жүрегіне иман келуін тілейміз. Ал сіздер Мария Агапова жайлы не ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің Инстаграм мен Телеграм арнама тіркеліп, Спорт Шрёдингердің әлеуметтік желілеріне қосылыңыздар. Сонымен қатар, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.